Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Ұйқы кезінде біздің денеміз демалады. Ең бастысы, ұйқыдан кейін сергек және демалғаныңды сезіну маңызды. Бұл дененің бір түнде толық демалып, қалпына келгенін көрсетеді. Ұйқыға қандай факторлар әсер етеді? Қалай және қай қалыпта дұрыс ұйықтау керек? Арнаны ауыстырмаңыздар. Осы сұрақтың барлығына жауап алу үшін видеоның соңына дейін қараңыздар. Біз қалай ұйықтаймыз? Неліктен адамға ұйқы қажет? Орта есеппен біз өміріміздің жартысын ұйықтайды екенбіз. Шындығында ұйқы адамның қалыпты өмір сүруі үшін өте маңызды. Ал бұл дененің күн мен түннің өзгеруіне байланысты табиғи реакциясы болып табылады. Қараңғы уақытта ұйқы кезінде мелатонин, демалыс гормоны бөлінеді. Бұл гормон бізді ұйықтатады, күнделікті циклды реттейді. Қандағы мелатонин денеге түнде демалуға мүмкіндік беру үшін қараңғыда адам міндетті түрде ұйықтау керек. Ал бұл гормонның төмендеуі және дұрыс өндірілмеуі метаболизмнің бұзылуына, тіпті онкологияға, сондай-ақ тітіркенуге, психикалық бұзылуларға, семіздікке және де басқа да ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін. Ұйқы кезінде бір күнде жинақталған ақпарат өңделеді. Барлық байланыстар талданады және қалыптасады. Ми жаңа ақпаратты қабылдау үшін қалыпқа келеді. Сонымен біздің қажеттілігіміз ұйқыға жалпы байланысты. Сонымен қатар ұйқының иммунитет үшін де маңызы зор. Лимфоциттердің өндірісі дәл түнгі демалыс кезінде пайда болады. Ал нашар демалу жиі суық тиюге әкеледі. Ұйқы кезінде бір күнде жиналған токсиндер мидан шығарылады. Нейрондық мембраналарда сұйықтықтың толық алмасуы жүреді. Енді ұйқының не үшін қажет екендігі түсінікті болған шығар. Бұл барлық органдар үшін демалу ғана емес, сонымен қатар тазарту, иммунитетті қалыпқа келтіру және бір күнде алған ақпаратты жалпы құрылымдау үшін. Қашан ұйықтау керек? Қараңғы кезде ұйықтау аса маңызды. Мелатонин өндірісінің шыңы түнгі сағат 2-де болады. Ал сіз кем дегенде 2 сағат бұрын ұйықтап кетуіңіз керек. Қанша ұйықтау керектігі адамның қажеттіліктері мен жеке ерекшеліктеріне байланысты. Біреуге 5 сағаттық толық ұйқы жеткілікті. Үлкен жүктемеден немесе бірнеше ұйқысыз түндерден кейін ересек адам 12 сағатқа дейін ұйықтай алады. Бірақ жаңа туған нәресте күніне 20 сағатқа дейін ұйықтай береді. Ұйқы ауыспалы кезеңдерден тұрады, жылдам не баяу. Мұның бәрі ұйықтау кезеңінен басталады. Дәл осы кезеңде біз қандай күйде ұйықтайтынымызды таңдай аламыз. Жылдам ұйқы кезінде дененің өзі ыңғайлы позицияны таңдайтыны түсінікті, бірақ бастапқы таңдау адам үшін көп нәрсені білдіреді. Қалай ұйықтау керектігін таңдаңыз. Күндіз өзіңізді қалай сезінетініңіз түнгі ұйқы кезіндегі жағдайға байланысты. Ал ұйқысыздықтан зардап шегетіндер үшін бірнеше жақсы кеңестер бар. Ұйықтар алдында жеген бір қасық бал оңай ұйықтауға көмектеседі. Психологиялық әдістерде көмектесіп жатады. Ұйықтар алдында шөп шайын немесе жылы сүтті ішу сияқты тәртіпті сақтаңыз. Бір уақытта ұйықтаңыз. Бұл сіздің денеңізге күнделікті жақсы ұйықтауға көмектеседі және сіз тезірек ұйықтайтын боласыз. Бірақ ұйықтар алдында гаджеттер немесе теледидар қарауға мүлдем болмайды. Ұйықтар алдында жыпылықтаған суреттерді көру миды ақпаратпен шамадан тыс жүктейді және ұйқысыздықты тудыруы мүмкін. Денеңіздің орналасуы және ұйықтайтын төсегіңіз таңертең қаншалықты демалып тұрғаныңызды анықтайтын болады. Бізде ұйықтайтын 3 позиция бар: арқада, бүйірде және іште. Олардың қайсысы демалуға көмектеседі, жеке қарастыратын боламыз. Біз сізге ұйқыны мүмкіндігінше ыңғайлы және денсаулыққа қалай дұрыс ету керектігін ұсынатын боламыз. Бірінші, арқада ұйықтау. Қазірдің өзінде атауының өзі туралы айтып тұрғандай. Арқадағы ұйқы ең табиғи. Бүкіл денені босаңсытады. Омыртқа аралық дискілер осы қалыпта ыңғайлы созылып, сұйықтықпен толтырылады. Сіз таңертең кешке қарағанда сәл жоғары екендігіңізді байқадыңыз ба? Бұл жағдайда ұйықтау терінің жастығын сақтауға көмектеседі. Сондықтан ұйқыдан кейін әжімдер, қыртыстар болмайды. Бұл поза рефлекс немесе күйдіргішпен ауыратындар үшін де қолайлы болып келеді.
Асқазанның төменгі жағында тамақтың ауырсынуы сирек кездеседі. Дегенмен, мұндайда кейбір мәселелер бар. Тыныс алу жүйесімен байланысты аурулары бар адамдар үшін арқада ұйықтамаған дұрыс. Ұйқы кезінде қорылдау, обструктивті ұйқы, апноэ синдромы, яғни ұйқы кезінде тыныс алудың қысқа мерзімді тоқтауы сияқты проблемалар жиі кездеседі. Бұл проблемалар сапалы демалудың уақытын 2 есе қысқартуы мүмкін. Яғни 8 сағаттық толық демалудың орнына 4-ақ сағат қана болуы мүмкін. Қорылдау мен апноэ мәселесін көбінесе ыңғайлы матрас пен жастықтың көмегімен шешуге болады. Матрас тым жұмсақ болмауы керек. Әйтпесе түнде демалған омыртқаның орнына кеуде аумағында ауырсыну, тіпті невралгия пайда болуы мүмкін. Аяқтың ісуінен зардап шегетіндер үшін және ыңғайсыздықтан ұйықтай алмайтындар үшін аяқтың төменгі жағына жастықты тізеден аяққа дейін қоюға болады. Бұл сұйықтықтың төменнен жоғары қарай ағуын реттеуге көмектеседі және венозды клапандарға демалуға мүмкіндік береді. Егер белдегі ауырсыну ұйықтауға кедергі келтірсе, онда астына артқы елу формасын қайталайтын кішкене матаны домалатып қойыңыз. Бұл жүктемені таратуға көмектеседі және сіз тыныш ұйықтайтын боласыз. Жастықты таңдауда орташасын алу керек. Ол тым жұмсақ болмағаны дұрыс. Жұмсақ жастықта бас артқа қарай құлап, тіл көмеге жақын болады. Бұл позиция қорылдауда және тіпті ұйқыда тыныс алуды тоқтатуы мүмкін. Жастық тым жоғары болмауы керек, әйтпесе мойын ауруы, мойын хондрозы және миды тамақтандыратын маңызды тамырлардың қыстырылуы пайда болуы мүмкін. Бұл өз кезегінде ми жасушаларының оттегі ашуына әкелуі мүмкін. Демек, созылмалы шаршау, қысымның жоғарылауы және төмендеуі бас айналуы немесе мигренге соғуы ықтимал. Сондықтан жастықты дұрыс таңдаңыз. Сонда сіз жатқанда бас дене деңгейінен сәл жоғары болады және артқа құлап кетпейді. Арқада ұйықтау дұрыс қан ағымын орнатуға, омыртқаға жүктемені азайтуға көмектеседі және ас қорыту жұмыстарының түнгі жұмысына кедергі келтірмейді. Ал мұндай ұйқы күйінен жүректің жұмысы зардап шекпейді. Екінші, бүйірдегі ұйқы. Көптеген адамдар бүйірімен ұйықтайды. Ол сондай-ақ арқадағы ұйқы сияқты омыртқаны, әсіресе бел аймағын жеңілдетуге мүмкіндік береді. Сондықтан жүкті әйелдер бүйірдегі ұйқыны жақсы көреді. Рас, бұл позиция әркімге жарамайды. Егер сіз осы қалыпта ұзақ уақыт қозғалмай жатсаңыз, олар бұлшықеттерді тартып, ауырсынуды тудыруы мүмкін. Қай жағында ұйықтау маңызды? Сол жағында жүрек қан тамырлар ауруы бар адамдар ұзақ уақыт жатпағаны жақсы. Бұл қан ағымының жүрекке қарай жылжуына және оған жүктеменің жоғарылауына әкеледі. Бірақ асқазан проблемасы бар адамдар үшін оң жақта ұйықтау ұсынылмайды. Бұл тамақ қалдықтарының өңешке ауысуына және жағымсыз сезімдерге әкелуі мүмкін. Бүйірде қорылдайтын адамдар ұйықтау керек. Бұл позицияда тіл көмейге батпайды. Егер сіз тіпті бүйіріңізде жатып қорылдасаңыз, міндетті түрде дәрігерге қаралуыңыз керек. Сіздегі мұндай обструктивті ұйқы апноэ синдромы болуы мүмкін. Бүйірдегі қорылдау жүрек проблемаларын көрсетеді. Бүйірдегі ұйқыны ыңғайлы ету үшін жастықтың оңтайлы биіктігін таңдау керек, ал ол иық деңгейінде болуы керек. Бұл мойынның ауырсынуын және жұлын дискілерінің дұрыс орналасуын жеңілдетеді. Арқаңызды туралаңыз. Бұл омыртқаның бүйірлік деформациясын азайтуға көмектеседі. Сондай-ақ, ұйқы кезінде омыртқа мен буындардағы стресті бүкіл денеден өтетін арнайы жастықтың көмегімен азайтуға болады. Ол әдетте декреттік бөлімдерде сатылады. Сіз аяғыңызды жастыққа қойып, оны бүйір мен мойынның астында қоюға болады. Үшінші, іште ұйықтау. Әдетте ішектің проблемалары бар адамдар іште ұйықтайды. Бұл позиция кеубелерден жеңілдік береді. Барлық жағынан жабылған іш қауіпсіздік сезімін тудырады. Бұл поза мазасыз адамдарға жарайды. Шындығында асқазанда ұйықтайтын адамдар өте аз. Іштің орналасуы біздің денеміз үшін ыңғайлы емес. Іштің ішкі мүшелері қысылып, ұйқы кезінде мойын табиғи емес түрде бүгіледі.
Егер сіз әлі іште ұйықтаудан бас тарта алмай жүрсеңіз, онда оны азайтып, қауіпсіз етуге болады. Іште ұйықтайтындардың жастығы төмен болуы керек. Сіз оны толығымен алып тастасаңыз да болады. Бұл мойның деформациясын азайтады және жағаның аймағындағы бұлшықет кернеуін азайтады. Қабыну және асқазан жарасы бар науқастар үшін сіз асқазанда ұйықтамауыңыз керек. Қарынның қысылуы рефлюкс күйдіруге және ауырсынуға әкеледі. Іште тыныс алу қиынға соғады. Жүректің жұмысы да нашарлайды. Қан ағымы мен лимфа ағымы бұзылады. Ал бұл төсек қиғаштығына байланысты беттің немесе аяқтың ісуіне әкеліп жатады. Жалпы бұл жайлы пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам іште жатудың зияны туралы текке айтпаған болатын. Жалпы жақсы ұйықтау үшін күніне 12 сағат ұйықтаудың қажеті жоқ. Ол үшін бірнеше қарапайым ережелерді сақтау керек. Бірінші, сіз қандай күйде оянғаныңызды байқауыңыз керек. Егер сіз оянып, бір қалыпты ұйықтап жатсаңыз, оның астындағы матрас пен жастықты реттеңіз. Екінші, ұйықтар алдында бөлмені желдетіп алуды ұмытпаңыз. Артық көмірқышқыл газы ұйқышылдыққа әкеледі, бірақ қалыпты демалуға мүмкіндік бермейді. Үшінші, бір уақытта ұйықтаңыз. Әдетте кейде бұндай әдіс созылмалы ұйқысыздықты жеңуге көмектеседі. Төртінші, ұйықтайтын бөлмені қыздырмаңыз және қатты суытпаңыз. Бесінші, ұйықтар алдында қандай да бір рәсімді жасасаңыз, бұл ұйқыға дайындалуға және тез ұйықтауға көмектеседі. Сондай-ақ қоршаған ортаның температурасы сау ұйқы үшін өте маңызды. Алтыншы, жарықтың түсуін болдырмаңыз. Мелатонин гормоны тек қараңғыда өндірілетінін ұмытпаңыз. Бұл толық демалуға көмектеседі. Ал егер ұйқы кезінде жарықты жою мүмкін болмаса, ұйықтау үшін көз таңғышты қолдансаңыз болады. Жетінші, күндізгі ұйқыны болдырмаңыз. Әсіресе түнде ұйықтай алмайтын болсаңыз. Толық ұйқы физикалық және психикалық денсаулықтың көптеген мәселелерін шешуге көмектеседі. Сол себепті демалысты мүмкіндігінше ыңғайлы ету үшін сіз тек өзіңізді және қажеттіліктеріңізді тыңдауыңыз керек. Ендеше біздің кеңестеріміз сіздерге көмектеседі деген ойдамыз. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнаға тіркелгендерге ерекше алғысымызды білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын.